Бізде сам актуальный тема анемия тақырыбына бүгін сіздерге видео түсіретін боламыз. Яғни анемия кезінде балаларға қандай дозада біз беретін боламыз. Басынан біз балаға не береміз? Капля береміз және де сироп түрін береміз. Ең бірінші анемия не екендігін айта кетейік. Анемия кезінде бізде гемоглобин балаларда 110-нан 120-ға дейін болу керек нормада. Әйел адамда да 120-дан 140-қа дейін, ер адамда да 130-дан 140-қа дейін болу керек нормада. Егер одан гемоглобин төмендеуі бізде анемия деп айтылады. Бірақ біз тек қана цифрмен жұмыс жасамаймыз, оның клиникасына мән береміз және де бізде биохимиялық анализде ферритинге мән береміз. Ферритиннің нормасы негізі 15-тен 150-ге дейін деп айтылады. Бірақ біз сау адамдарда нормасы килограмға байланысты болу керек. Мысалға, адамның килограммы 50 болса, ферритин 50 болғаны дұрыс. Яғни көптеген аурулардың алдын алу мақсатында. Егер де гемоглобиніңіз норма болып тұрса да, бірақ ферритиніңіз төмен болса, ол сізде латентті формасы деп айтылады. Яғни анемияның бастапқы сатылары. Ферритин ол бізде темірдің қоры, сондықтан өте маңызды. Одан бөлек жаңағы сывороткадағы темірдің деңгейін, трансферриндердің деңгейін қарайтын боламыз. Енді гемоглобиннің нормасының төмендеуіне байланысты біз анемияның ауыр дәрежесін қоямыз. Бірінші, жеңіл дәрежеде 110-нан төмендейтін болса, 110-нан 90-ға дейін ол бірінші степень деп айтылады. Екінші, ол 89-дан 70-ге дейін, үшінші 69-дан төмен болған жағдайда. Біз енді қандай темір препараттарын қолданамыз? Оның бізде 2 валентті, 3 валентті және де хелатный формасы деген бар. Бірақ біз хелатный формасын айтпаймыз, олар бады, сондықтан біз олар туралы ұмытамыз. Тек қана 2 және де 3 валенттілі темірмен жұмыс жасаймыз. Бірақ балаларда темірдің 2 форматты түрін тағайындаймыз. Себебі олардың 3 валентті түрін тағайындағанда 3-тен 2-ге ауысу үшін ұзақ уақытты талап етеді. Және де оларда жас ерекшелігіне байланысты оның сіңімділігі төмен болады. Сондықтан міндетті түрде сироп болсын, капля болсын, оның құрамындағы темірдің қанша валентті екендігіне мән беретін боламыз. Біз көбінесе балаларға ферровит сіңім тағайындаймыз. Кейбір балалар капляны ішпеуі мүмкін. Сол кезде бізге кәдімгі лайфхак ретінде айтады, сок деп алдап, соктың құрамына қосып береміз. Мысалға, бірақ ол тетр пакеттегі сок емес. Кәдімгі мысалы апельсинді аласыз, апельсиннің ортасынан бөліп сығып, оның құрамына каплясын тамызып, солай беруге болады. Өйткені оның кәдімгі цитрустағы жемістердің құрамында витамин С бар, ал темір витамин С мен ол кофактор ретінде жұмыс жасайды, яғни сіңімділігін арттырады. Енді жиі тағайындалатын ферровит сіңім каплясы мен сиробын қалай дозасын беретінін туралы айтатын боламыз. Ең бірінші біз баланың жасына мән береміз. Егер де балалар недоношенный болатын болса, туылған кезде, мысалы 1 айлық бала, 6 айлық бала кезде анемиясы болуы мүмкін. Сол кезде недоношенный болатын болса, 1 миллиграмм на килограмм тағайындаймыз. Егер бала 3 жасқа дейін болса, 3 миллиграмм на килограмм, ал 3 жастамаса 5 миллиграмм на килограмм тағайындалады. Енді біз темір препараттарын берген кезде кейбір балаларда реакция береді, тісінің қараюы және де нәжісінің қараюы. Бірақ ол нормадағы реакция. Ол ешқандай побочка, жағымсыз әсер болып жатқан жоқ. Сондықтан да біз қашан біз препаратты емдеп тоқтатамыз, сол кезде ол нормаға келеді. Тісі де, нәжісі де. Сол үшін уайымдамаймыз. Енді бізде темір препараттарын емдеу жалпы 2 кезеңге бөлінеді. Бірінші емдік терапия, лечебный және де поддерживающий терапия деп айтылады. Емдік терапия ол жаңа айтқандай салмаққа байланысты деп кетсе, енді көбінесе емдік терапияның кезде 5 миллиграмм на килограмм тағайындап, ал поддерживающий терапияны 3 миллиграмм на килограммға бір дозасын кішкене азайтып беретін боламыз. Яғни қайтадан анемия деңгейі болмасы үшін, темірдің деңгейі түсіп кетпес үшін біз қосымша поддерживающий терапияны беретін боламыз. Енді ферровит сіңімін қалай тағайындаймыз? Яғни сироп түрін айтатын болсақ, кез келген ата-ана баласына жауапты ретінде инструкциясын оқуы маңызды. Яғни сироптың құрамында 100 мл сироп алайық. Оның құрамында 0,685 грамм бізде темір болады. Бізге миллиграммға байланысты килограмм есептеу керек қой, соманы байланысты. Сол үшін біз оны 1000-ға көбейткен кезде 0,685 граммның құрамында 685 миллиграмм темір болады. Бұл 100 мл-ден. Енді бізге 1 миллилитрде қанша болады? Яғни біз оны бөлеміз. Бөлген кезде, яғни 100-ге бөлеміз, онда 685 миллиграммы 1 миллилитрдің құрамында. Енді біз балаға қанша миллилитр береміз? Соны есептейміз. Мысалға, кәдімгі өмірде болған жағдай, баланың салмағы 11 килограмм. Ал жасы 3 жаста бала, гемоглобині 83-пен келген. Ал ферритин 7-ге тең. Мен жаңа айттым, ферритин салмаққа байланысты болу керек. Оның үстіне гемоглобин тоже төмен, екінші степень келіп тұр, 183.
яғни ал темірді қарайтын болсақ, сывырткадағы темір 4-ті құрап тұр. Енді біз оған қалай тағайындаймыз? Енді көбейтеміз. Жаңағы айтқан 3 жастан бастап 5-ке көбейтеміз дедік, 1 килограммға 5 миллиграмм болу керек. Енді 1 килограммға 5 болатын болса, 11 килограммға біз 55 миллиграмм тағайындауымыз керек. Біз жаңа айттық, 1 миллилитрде 685 болса, енді біз оны бөлеміз. 55 миллиграммды қанша миллилитр сиропқа бөлеміз? Яғни 6-дан 85-ке 1 миллилитрдегі сиропқа. Сонда бізде 8 миллилитр шығар. Ол бізде суточный дозасы 8 болып тұр. Яғни біз оны балаға жеңіл түрде 4 миллиграммнан 4 миллилитрдан 2 рет күніне береміз. 4 миллилитрдан күніне 2 рет ішсе, суточный доза 8 миллилитрді құрайды. Бұл бізде сироп түрі. Яғни балалар сироп түрін шығатын жақсыда береміз. Ал егер де бала одан да жасы төмен болған жағдайда, мысалға феровит сының каплясын алайық, бала мысалға бұл да өмірде болған жағдай, жасы 6 айлық бала жиі ауыра береді. Анализ тапсырған кезде баланы анемия бірінші степен анықталған. Жиі ауыршанда бұл анемияға да байланысты, өйткені органдарға кислород жетпей жатыр деген. Мысалға қазіргі ЗПР, ЗРЛ барлығы да анемияға келіп тіреледі. Сондықтан біз міндетті түрде оны емдеуіміз керек. Ал салмағын қарасақ 7 килограмм. 6 айлық бала, біз оған феровит капляны тағайындадық. Енді оның құрамын ашып қарайтын болсақ, бізде бір каплясында 0,51 феррум темір бар, эквивалентті темір. Енді біз есептейміз. Жаңа айтқанымыздай 3 жасқа дейін 3 миллиграмм на килограмм деп айттық. Енді осы 3-ті килограмм, яғни салмағына көбейтеміз. 7-ге көбейтсек 21 шығады. Енді қараймыз, бір капляда 0,51 болса, ол миллиграмм на килограмм, ал 21-де қанша капля береміз? Яғни көбейткен кезде бізде пропорцияда 42 шығады. 42 бұл капля. Біз оны бірден 42 капля бере алмаймыз, сондықтан біз оны 14 каплядан күніне 3 рет береміз. Яғни біз бұны бір ай балаға ешқандай үздіксіз беретін боламыз. Күніне 3 капляда, 3 реттен 14 каплядан. Бір ай емделеді бала. Бір айдан кейін біз 10 күн үзіліс жасаймыз, сосын анализ тапсырамыз. Яғни шынымен ол анемияның себебі ол темір жеткіліксіздігінен болып тұрма. Яғни ол шынымен темір жеткіліксіздігінен болып тұрса, ол темір деңгейі, ферритин, гемоглобин деңгейі көтеріледі. Бірақ біз оны 3-6 айға созамыз. Бастапқы мен қазіргі кездегі ем алғандағы нәтиже айырмашылық беруі керек. Яғни, егер де ол ешқандай көмек бермесе, сіз дұрыс берсеңіз де көтерілмейтін болса, біз оның басқа ауруларға күдіктеніп себебін іздейтін боламыз. Бірақ міндетті түрде ескеру керек нәрсе, сіз темір препараттарын беріп жатқан кезде ешқандай да балаға кальцийді, сүт өнімдерін беруге болмайды. Яғни екеуінің арақашықтық уақытын сақтауымыз керек. Одан бөлек балаға кофе, сүт өнімдерін, шай өнімдерін ішуге болмайды. Өйткені шайдың құрамындағы тамин гемоглобин деңгейін төмендетеді. Ішіп жатқан феррумыздың, темірдің ешқандай эффектісі болмай қалады. Сондықтан осы нәрселерді ескеру керек. Одан бөлек сіз қосымша түрде гранат, жаңағы свеклаларды және бауыр, малдың бауырларын беруімізге болады. Ет өнімдерін міндетті түрде тамаққа қосылуы керек.